Баршаңызға сәлем, сіздермен Айкони Food, менің каналыма қош келдіңіз. Видеоны жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгішесін баса кетіңіз. Үй жағдайында табада нанды жұмсақ әрі дәмді етіп әзірлеу әдісімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, коммент қалдыра кетіңіз. Ең алдымен бізге керек заттар: 200 грамм жылы су, 100 грамм сұйық май, 300 грамм ұн, 70 грамм тұз және 30 грамм ашытқы қажет. Аталған заттардың барлығын ыдысымызға салып араластырамыз. Ыдысымызда барлығын араластырғаннан кейін үстіне ұнды қажетінше саламыз. Қамырымызды жұмсақтау қылып илеп аламыз. Дайын болған қамырдың үстіне қолымызды суға батырып, үстінен 1-2 мәрте басамыз. Сол кезде біздің қамырымыз өзінің массасын біркелкетіп ұстап тұрады. Дайын болған қамырдың бетін жауып, үйдегі бар затпен немесе кез келген затпен бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Сол кезде біздің нанымыз кемінде 2-3 сағатта бірден ашып көтерілетін болады. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді дайын болған қамырды қолымызды суға малып, 1 мәрте қайтарып, қайтадан бетін жауып қоямыз. Екінші көтерілген кезден бастап біз нанымызды жаба бастаймыз. Қамырымыз екінші мәрте көтерілді. Қолымызды суға малып, табаның көлеміндей қамырды алып ыдысқа саламыз. Сол ыдыста қамырымыз тағы да көтерілуі тиіс. Көтеріліп болғаннан кейін ыдысымызды майлап, 200 градуста 20-25 минутта нанымызды жауып пісіріп аламыз. Осымен біздің үй жағдайындағы нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айконимен бірге болыңыздар. Ас болсын!